Сәлем досым. Бір күні Жомарт табыс табуды ойлап, көлік қосалқы бөлшектерін сатуға дүкен ашты. Күндердің күнінде клиенттер саны көбейіп, Жомарттың капиталы 2 есеге өсіп, тауар айналымы сұранысқа ие болды. Нағашы інісі Талғат көліктерге техникалық қызмет көрсету станциясын ашты. Уақыт өткен сайын Талғаттың клиенттері аз болып көрінеді. Талғат Жомартқа жолығады. Жомарт тұрып: "Бұл жерде ешқандай құпия жоқ. Бұл жерде мәселе өзіңді өзің таныту, яғни жарнама." Ал жарнаманың бірнеше түрі бар. Мәнмәтіндік жарнама, яғни ғаламтордағы Яндекс Директ және Google AdWords. Таргетингалық жарнама, мысалы vk.com, facebook.com, ok.ru, mail.ru, Instagram демекші тағы да басқа. Баннерлік жарнама, қазіргі заманауи тұрғыда трендсеттер, яғни блогерлер арқылы жарнама бере аласың.